Рахим. Пайғамбарлар қиссасын жалғастырамыз. 15-ші бөлім Әл-Каба. وذهب إبراهيم وعاد بعد ذلك. Ибрахим кетті де, одан кейін қайтып келді. وأراد أن يبني بيتا لله. және Алла үшін бір үй, ғибадатхана салуды қалады. وكانت البيوت كثيرة وما كان بيت لله يعبدون فيه الله. Үйлер көп еді, бірақ ішінде Аллаға құлшылық қылатын Алланың арнайы үйі жоқ еді. وأراد إسماعيل أن يبني بيتا لله مع ولده. Исмаил да әкесімен бірге Алла үшін үй салуды қалады. ونقل إبراهيم وإسماعيل الحجارة من الجبال. Ибрахим және Исмаил таулардан тас тасты. وكان إبراهيم يبني الكعبة بيده وكان إسماعيل يبني الكعبة بيده. Ибрахим Қабаны өз қолымен салып жатты, және Исмаил да Қабаны өз қолымен салып жатты. وكان إبراهيم يذكر الله ويدعو. Ибрахим Алланы еске алып, зікір етіп, дұға қылып жатты. وكان إسماعيل يذكر الله ويدعو. Исмаил да Алланы еске алып, дұға қылып жатты. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Раббымыз, бізден қабыл ал, шын мәнінде сен бәрін естуші, бәрін білушісің. وتقبل الله من إبراهيم وإسماعيل وبارك في الكعبة. Алла Ибрахим мен Исмаилдан істерін қабыл алды және Кабаға береке берді. نحن نتوجه الكعبة في كل صلاة. Біз әрбір намазда Кабаға бет бұрамыз. ويسافر المسلمون إلى الكعبة في أيام الحج. Мұсылмандар қажылық күндері Кабаға сапар шегеді. ويطوفون بالكعبة ويصلون عندنا. Олар Кабаны тауаф етеді, айналады, және оның жанында намаз оқиды. بارك الله في الكعبة وتقبل من إبراهيم وإسماعيل. Алла Кабаға береке берді, және Ибрахим мен Исмаилдан қабыл етті. صلى الله على إبراهيم وسلم صلى الله على إسماعيل وسلم وصلى الله على محمد وسلم. Алланың Ибрахимге, Исмаилға және Мұхаммедке игілігі мен сәлемі болсын.